сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Абай Құнанбаевтың қыс өлеңін тыңдай аласыздар. Каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылғау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңдалды. Бурадай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүрген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы құруына аз-ақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым, қор қылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл бұз қамалды. Ит жегенше қондыбай қанай жесін, құрт жібер мынаған тұрған кәрі шалды.